SMM курс, Instagram курс, SMM курс, сторис түсіруді үйретем, видео түсіруді үйретем, фотоны түсіруді үйретем. Не үшін қазір Instagram, жалпы SMM курстар өте көп? Бүгін осы туралы айтатын боламыз. Қазір расымен де Instagram курстарының саны өте көп, Дегенімен бір ойланатын жайт бар. Сұраныс бар жерде міндетті түрде ұсыныс та болады деген сөз, Не себепті қазір барлығы Instagramды меңгеруге тырысып жатыр. Қарап отыратын болсақ, ең басында бізде ток пайда болды, кәдімгі электр қуаты пайда болды. Басында кейбіреулері оны шайтанның ісі, анау деген сияқты сенбеді, бірақ кейіннен ол біздің өмірімізге кәдімгідей күнделікті тұрмыс тіршілігімізге еніп кетті, Қазір тоқсыз өмірді елестету тым қиын. Біраз уақыт өткеннен кейін интернет пайда болды. Барлығымыз қазір интернетті толыққанды қолданамыз, Қазір интернет жоқ жерді табудың өзі қатты қиын. Қарап отырсаңыздар, қазір интернетті алып тастасақ та, бізге өмірімізді елестету кішкене қиынға соғып бара жатыр. Шыны керек, қазір Инстаграммен де тура сондай оқиға. Себебі шыны керек, қазір бір класстастар жиыны болсын, курстастар жиыны болсын, немесе жалпы бір адамдар жиналған кезде кімнің Instagram аккаунты жоқ, сол туралы әңгімелескен қызығырақ, Себебі тек қана сол адам үйленді ме, жалпы баласы бар ма, жоқ па, не істеп жүр, белгісіз. Келісесіз бе, келіспейсіз бе, бірақ Instagramда адам болмаса, ол қазір өмірде де жоқ секілді болып кетті. Яғни Instagram ол бізге қазір бір ауадай қажет дүниенің ішінде бар. Бірақ Instagramды ол адам, кәдімгі пышақ бар ғой, енді аспаздың қолында ол күшті тамақ пісіруге қажет, ал енді киллердің қолында ол тіптен жаман мақсатта қолданылады, Тура сол секілді кез келген затты жақсы жақта да, жаман жақта да қолдануға болады. Яғни Инстаграмды тек қана уақыт өлтіру үшін, жаңағындай басқа адамдарға лайк басып, неше түрлі бір керек емес ақпаратпен миды толтырғаннан гөрі, қазір Инстаграмда бренд қалыптастырып, мысалы өзіңіздің білетін мамандығыңызды дәлелдей отырып, жақсы жұмыс та табуға болады, әртүрлі табыс көздерін де айтуға болады. Осы тенденцияны адамдар білгендіктен қазір барлығы әртүрлі курстарға жазылып, осы бір білімнен, яғни көштен қалып қалмаудың амалдарын жасап жатыр. Сіздерге қызықты жайттармен бөлісейін. Қазіргі таңда мынау Америка құрама штаты болсын, Европа елдері болсын, жалпы мынау дамыған елдер деп айтып жатады ғой. Дамыған елдерде көп жағдайда адамдарды жұмысқа алу барысында резюме сұрамайды. Ол резюме ол өткен тарих болып қалды. Қазір көп жағдайда Instagram аккаунтын сұрайды, немесе Facebook аккаунт, Яғни адам Instagramда немен бөліседі, кімдермен кездеседі, қандай ақпараттарға қызығады, ол Instagram аккаунты резюмеге қарағанда әлде қайда көбірек ақпарат береді. Тура сол тенденция қазір Ресейде қатты дамып жатыр, және аз-маз біздің Қазақстанға да келіп жатыр. Себебі көп компаниялар жаңағындай жұмысқа алмас бұрын ең алдымен сіздің Instagram аккаунтыңызды сұрайтын болады. Сол себепті де қазіргі таңда Instagramды меңгеру өте маңызды тақырыптардың қатарында жатыр. Одан басқа, керісінше, мынау Америка құрама штатына немесе басқа жаққа мемлекетке виза алу үшін де сізден анкетада не сұрайды деп ойлайсыздар? Instagram аккаунтыңызды сұрайды. Яғни, сізге визаның берілуін немесе бермеуін сіздің Instagram аккаунтыңыз шешеді десем бір түрлі емес пе? Әрине бір түрлі, Сондықтан да қазіргі таңда Instagram курстары өте көп, және біздің сана орталығында да 14 күндік жеке брендке арналған Instagram атты курсымыз бар, және осы таңда Instagramдағы ең қажетті білімді, ең алғашқы мысалы 1000 оқырман болсын, соны қалай жинау керек, барлық ақпараттар беріледі. Соңында айтарым, курстар саны өте көп, және әрбір курстан кейін Инстаграмды пайдалы және де дұрыс қолдана білетін адамдардың саны да артуда. Яғни сіз қазір бұл курсты оқисыз, немесе бірнеше айдан кейін оқисыз, екеуі екі түрлі зат. Себебі нарықтың іші
толып бара жатыр, иә. Көп жазатын адамдар, әртүрлі мынау Инстаграмын дұрыстап ақша тауып жатқан адамдар көбейіп жатқандықтан сіз де көштің басы болыңыз. Сіздермен бірге болған мен, Назерке, сана орталығының негізін қалаушыларының бірімін, сонымен қатар SMM курсының жетекшісімін. Сондықтан да сіздерді басқа да пайдалы видеолармен өзіміздің курстарымызда көріскенше күтетін боламын.